Кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіштің бірі қалампыр. Оның шайдың шырайын келтірер жұпар иісінен бөлек емдік қасиетінің де орасан екенін біреу білсе, біреу білмес. Бұл ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданылып келеді. Қалампырдың қандай пайдасы бар? Достар, қазақша арнаға қолдау білдіріңіздер. Арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай кішкене ғана әрекеттеріңіз бізді қуантады және шабыт сыйлайды. Видеоны соңына дейін көріңіз. Қалампырдың адам ағзасына тигізер пайдасы жайлы айтатын боламыз. Қалампырдың 1 жылдық және көп жылдық сұрпы аз емес. Оның Азияда, Африкада, Еуропада шөп және бұта болып өсетін 300-дей түрі бар. Солардан бұрынғы КСРО жерінде шығатыны 80-ге жетеді. Өсімдік топтанып өседі. Гүлінен эфир майы алынады. Қалампырдың бірнеше түрі декорация ретінде теплицаларда, құмыраларда өсіріледі. Кейде шала бұта түрінде де кездеседі. Қазақстанның далалық аймақтарында, су алабындағы шалғындарда, тасты төбе баурайында, шалғынды тау бөктерінде 29 түрі кездеседі екен. Бойының биіктігі 15-50 сантиметрдей, жапырағы таспа немесе қандауыр тәрізді болады. Емдік мақсатта өсімдіктің жер үстіндегі бөлігін гүлдеп тұрған кезінде жинайды. Тұнбаны жасау үшін 1 қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткен соң тұнбаны сүзіп алып ем ретінде қолдануға болады. Ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз уылғанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін 1 тал қалампырды аузыңызға салып 15 минуттай шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталаған соң-ақ оң нәтиже береді. Қан қысымыңыз түсіп кетсе, аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымын қалпына келтіресіз. Тамағыңыз ауыра бастағанда, ангина кезінде, бадамша без қабынғанда қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, ауруыңыздан тез-ақ жазыласыз. 8 ғасырдың өзінде қалампырды ауыз қуысының ауырсынуын басуға қолданған. Оған себепші оның құрамындағы эвгенол заты. Сондықтан күнделікті тіс тазартуға құрамында эвгенолы бар немесе қалампыр сығындысы бар тіс пастасын қолдануға кеңес береміз. Тісіңіз қатты ауырса, қалампырдан мынадай дәрі жасауға болады. Әйнек ыдысқа 0,5 шай қасық қалампыр ұнтағын 0,5 шай қасық көкөс майымен араластырыңыз. Осы қоспаны тіс щеткамен ауырған тіске салыңыз. Оны күніне 3 рет қолдана аласыз. Сондай-ақ қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін қалдырмай жазады. Майды дайындау үшін 100 мл зәйтүн майы мен 10 грамм дәмдеуішті араластырасыз. Оны орташа отқа қойып, қайнатуға дейін жеткізіңіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік майды мейлінше тоңазытқышта сақтағаныңыз дұрыс болады. Буын ауруларын да қалампыр майымен емдеген тиімді. Алдымен майды қыздырып аласыз. Сосын ауырған орынға сіңдіріп жағыңыз. Сыртынан жылы орап 5-10 минуттай тынығып жату керек. Ал сыздауық шығып, жаныңызға батса, онда теріңізді қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Қант диабетімен ауыратындарға қалампыр тұнбасын ішуге кеңес береміз. Бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа әрі шипа болып, саулығыңызды сақтауға көмектеседі. Қалампыр антисептикалық және ауруды сездіртпейтін қасиеттері арқылы салқын тию мен тұмау кезінде тез сауығуыңызға септігін тигізеді. Қалампырды дәмдеуіш сататын кез келген дүкеннен таба аласыз. Қалампыр кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіш. Оның жұпар иісі мен
күйдіргіш дәмінен бөлек емдік қасиеті де орасан. Бұл дәмдеуішті ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданылып келеді. Қалампыр А, С, Е, К, В тобындағы дәрумендерге бай болады. Сонымен қатар калий, кальций, марганец, мыс, күкірт, мырыш, натрий, магний, фосфор және темір элементінің қайнар көзі болып табылады. Одан бөлек омега-3 және омега-6 майлы қышқылында кездестіруге болады. Осындай пайдалы әрі бағалы заттарының арқасында қалампыр халық емінде кеңінен қолданыста болатын дәрі. Халықтық емінде тұнба қайнатпа ретінде қолданылады. Тұнба үшін бір десек қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткен соң тұнбаны сүзіп алып ем ретінде қолдануға болады. Қалампыр қандай дертке дауа әрі шипа болады? Буын ауруларында қалампыр майымен емдеуге болады. Алдымен майды қыздырып аласыз. Сосын ауырған орынға сіңдіріп жағыңыз. Сыртынан жылы орап 5-10 минуттай тынығып жату керек. Ал сыздауық шығып, жаныңызға батса, онда тереңізді қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Бұл дәріханадағы қымбат дәрілеріңізден әлде қайда пайдалы әрі тез нәтиже береді. Қалампырдың құрттан да құтқаратын қасиеті бар. Ол үшін күн сайын шым-шым қалампырды ішке қабылдайсыз. Ескерту: қалампырдың мөлшерін күн сайын көбейтіп отыру керек. Алғашқы күні шым-шым, екінші күні шай қасықтың ұшымен қабылдайсыз. Енді айға жалғастырасыз. 1 айға дейін 1 ас қасыққа жеткізу керек. Назар аударыңыз: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Өз денсаулығыңыз өзіңіздің қолыңызда. Қалампырдың денсаулыққа пайдалы қасиеттерін айтатын болсақ, бірінші, масалардың әсерінен болатын аурулардың алдын алуға көмектеседі. Ағзаны аурулардан қорғайды. Тіс пен қызыл иектің ауырсынуын басады. Есте сақтау: микробтармен күресу, қуыстардың алдын алады. Қатерлі ісіктің алдын алуға және онымен күресуге көмектеседі. Қант диабетін емдеуге пайдалы. Және депрессияға қарсы одақтас, өкпені ластанған ауадан қорғайды. Безеулермен күресуге көмектеседі. Жыныстық белсенділікті арттырады. Қалампыр зімбір немесе даршын сияқты танымал емес, бірақ денсаулық пен сұлулыққа пайдасы жағынан олардан кем түспейді. Қалампырды тамаққа қосудың пайдалы тұстарын айта кетейік. Қалампыр қандағы қант деңгейін қалпына келтіреді. Зерттеулер бойынша қалампырды дәмдеуіш ретінде тамаққа уақытылы қолданған адамдардың біртіндеп глюкоза деңгейі қалпына келетіні байқалған. Ғалымдар оның құпиясын қалампыр құрамындағы марганецпен түсіндіреді. Қалампыр антиоксиданттар көзі. Өсімдіктер мен дәмдеуіштер антиоксиданттардың керемет көзі. Оның ішінде қалампыр үздіктерінің біріне жатады. Антиоксиданттар жастықтың негізгі қорғаушылары. Олар тері жасушаларының әлсірететін бос радикалдарды бейтарапсыздандырады. Зерттеулер қалампырдың антиоксиданттық қасиеттері қауіпті ісіктердің алдын алатынын дәлелдеді. Сондықтан аурулардың алдын алу мақсатында қалампырды тамаққа жиі қолдану керек. Достар, егер видео ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар және достарыңызға, жақындарыңызға жіберулеріңізге болады. Қазақша арнаның дамуына үлес қосыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сау болыңыз.